Сәлем достар, қалайсыздар? Қайырлы күн. Біз бүгін продуктыға шықтық. Тым көп нәрсеге емес енді андай. Сақ тек анау заттар керек еді, соған шыққанбыз ғой. Қыздар, екі қыз үйде қалды, дочантайлар. Сотқа көріп отыра береміз деп. Ертуғанчик бар. Ойыны балды ертуған деген бала. Ұйықтап атқан жерінен. Ой, сен. Сына кетіп барамыз. Уже алып алдық продуктымызды. Үй жаққа қарай, қазір бір-екі жұмыстар бар жасайтын. Үй жақта соны істеп алып, сосын қайтамыз. Үйге келіп, біз жана алдындағыдай алтын купон іздегенбіз ғой, таппай, сосын осындай ала салдым дочаларға. Бұның ішінен дочаға Фатихада осындай сақина шықты дейм, кішкентай. Мынандай бір лок шықты, бізге тағатын. Бізде киндерде көп шыққантын осындай. Ой, ол киндерден шыққан жоқтын, ол айтайын, ол магнумның бір несіне шыққан еді. Мәстай ғой. Кәусарда не шықты? Ертуғандар тапты ғой. Мынандай қоян шықты. Тұғын деп секіре ма істейді? Сонда білдім. Ертуған, жеріңді жина сосын, шыққан. Күшті сонда қоян шықты. Сер ойнап отыр. Қорқпадыңдар ма, біз жоқта? Сотқа көрдіңдер ма? Бринтбаг жасап сотқа көріп ойнапты, өздері. Фатиха артынан кеп тұр ғой, бринтбагын көрсетші деп. Merry Christmas деген күшті бринтбаг жасапты. Әдемі қылдыр. Молодец. Сыртын скотчтамапсың ғой. Жартылай ғана қағаз ғой, бірдеме болып тұр. Ой, жартылай ғана скотч. Күшті екен әдемі. Ағылшын жазды. Молодец, аха. Ағылшынша ма? Ағылшынша. Күшті жасапсыңдар. Бүгін продуктыдан көп нәрсе алған жоқ. Макарон алдым. 2 түрлі макарон алдым. Так, ет, фарш. Ой. Фарш пен ет алдым. Так, сыр, айран, қант. Так, дочаларға сабақ алдым. Шайға конфеттер алдым. Дрожжи деп қапты борсақ пісінсем, дрожжи алдым. Осындай чипсилар алдым. Кирешки ма әлде? Күшті. Жұмсақ нан алдым. Тәтті нан. Дәмді нан алдым. Шай ішуге осындай. Яшки нан тәттісін ала салдым. Там сақтек жаңағыдай кирешки. Тағы да бір кирешки. Конфеты алдым болды. Көп нәрсе алмадым бүгін. Өйткені көбісі үйде бар еді. Осындай сақтектер ғана ала салдым. Дочалар молодец, мамасына көмектесіп міне, біреу отса алып жүр. Мына жерде сен папа дейді. Ақылды өздер. Ана шекеміз деді. Ана шекеміз ақылды өздер. Бәрі істеп кеткен бүкіл. Біреу отса алып жүр өтірер өте. Апаларына көмексіз кетіп. Тап-таза сыпырып екпе, тап-таза жуып отыр, молодец. Точанан да жуып ұмытпаға? Супер. Лайк сендерге. Мен ертуғанның ойыншықтарын реттеп отырмын. Ойыншықтары деген бәрі бір-біріне жабысып, ыбырысып, бытчыт болып кетті. Бүкіл ойыншықты төңкеріп тастап. Әрі ойыншықтың негізі өз орны бар. Міне, машинкалар жан. Әр ойыншықтың өз орны бар, негізі салынатын, жиналатын. Фатиха қазір бірдеме көрсетейші дейді. Ал келе ғой. Соны осыны реттеп отырмын. Машиналар деген қаншама екен. Соны. Кітап көрсетесің, келе ғой көрсете жақында. Кеше жеңге сал кеп берген кітап. Соны екеуі күшті ойнап жүр. Былай көрсетейін. Қандай ғой.
не кертігі бар, кәдімгідей жазуға ыңғайлы. Ай, ежа, екпешпай. Мына екіншісі. Күшті екен. Молодцы. Осын түнімен фонарик жағып ап тұрып, көрпен астында ойнайды екеуі істейді. Күшті екен, молодцы. Ай, молодец. Солай осылай ойыншықтың бәрін еттеп, каждый ойыншықты өз орнына салып. Қосулар ма? Молодец. Молодец, күшті. Сондайды реттеп жатырман, в общем, үйде. Ана лабиринт қой, жету керек, е? Ой, молодцы, әдемсін-ай. В общем, мен бүгінгі бір-екі күн, даже бүгін емес, бір-екі күндік жұмысым осы болайын деп тұр. Осы үй жинау, дочалардың столын жинау, ар жақты спальныйдың шкафтарын жинау. В общем, бүкілін сондайларды жинау керек болып тұр. Осындайына 2 коробкам осы полны төгін керіп, қазір жуып шайып реттеп жатырмын. Мен деген ертоғанда ұйықтатып тастап, өзіме тәттілер салып, шай құйып жатырмын. Күштілеп бір шай ішіп алмасам өзім жақсы отырып. Бізде бүгін дала көктем сияқты болып отыр ғой, прям вообще 0 градус па, сондай қардың бәрі, алдың күні жауған қардың бәрі кішкене еріп, сондай болып жатыр, в общем. Аңғарсаңыздар, бүкіл қар еріп жатыр ғой далада кәдімгідей. Пасмурный погода болып жатыр. Бірақ жылы дала. Өзіме осылай шай құйып жатырмын, қазір осы тәттілермен шай ішіп алайын деп тұрмын. Достар, мен осы жерден видеомды аяқтайын. Бізге тіркелмегендер болса, тіркеліңіздер міндетті түрде. Достар, біздің каналға обязательно тіркеліңіздер. Себебі біздің каналды көп адамдар көреді, бірақ тіркелмей қарайды екен. Сондықтан бізді қолдап, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі влог видеода кездескенше достар, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар.